Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте жұмсақ, ылғалды зебра пирогын әзірлейтін боламыз. Ең алдымен ыдысымызға 4 жұмыртқамызды жарып алатын боламыз. Үстіне қантымызды салып, жақсылап, массамыз ағарғанша миксерлейтін боламыз. Миксерді жай жылдамдықтан жоғарғы жылдамдыққа біртіндеп көтеріп миксерлейтін боламыз. Бірден жоғарғы жылдамдықпен миксерлеп жүрмеңіздер, өйткені массамыз көтерілмей қалатын болады. Осылай массамыз ағаруы тиіс. Массамыз ағарғаннан кейін үстіне қаймағымызды, сұйық майымызды салып араластырып алатын боламыз. Дәміне қарай ванильді сахар қолдансаңыздар да болады, қолданбасаңыздар да болады. Салбағаннан кейін жақсылап тағы да миксерлеп алатын боламыз. Одан кейін електен өткізген ұнымызды, разрыхителімізді салатын боламыз. Електен өткізген ұнымызды салғаннан кейін тағы да миксерлеп алатын боламыз. Миксерлеп алғаннан кейін массамызды 2 бөлікке теңдей етіп бөліп алатын боламыз. Менің өзімнің ыдысымның грамын білгендіктен жақсылап теңдей бөлікке бөлдім. Бір бөлігіне какао ұнтағын салдым. 30 грамдай салдым. Тағы да екінші бөлігіне 30 грамм ұн салдым. Егер массаңыз қою болып кетсе, үстіне кішкене сүт қойып жіберсеңіз де болады. Екі массамды біркелкі болғанша араластырып алдым. Араластырып алғаннан кейін формама кезек-кезек құятын боламын. Менің формамның диаметрі мұнда 24. Бірінші ақ массамнан 1,5 ас қасық құйдым. Одан кейін қара массадан тағы да 1,5 ас қасық құйдым. Осылай кезек-кезек ақ массаны, қара массаны осылай кезек алмастырып құйып отырасыздар. Барлық керек заттарды төменгі описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Қазақша контентті қолдау үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Және де жаңа видео шыққанын білу үшін қоңырауша белгісін баса кетсеңіз. Осылай массамызды кезек-кезек салып алатын боламыз. Болғаннан кейін үстіне шпажканың көмегімен осылай әдемілеп сурет салсаңыздар болады. Піскенде өте әдемі көрінетін болады. Қызып тұрған пеште 180 градуста 40-45 минут пісіріп алсаңыз болады. Піскендігін шпажканың көмегімен білесіз. Шпажканың ұшын тығып көретін боласыз. Егер шпажканың ұшы құрғақ болса, онда пирогыңыз пісті деген сөз. Формамыздан суығаннан кейін шешетін боламыз. Сол кезде жақсы алынатын болады. Өте биік көтерілген, іші сондай жұмсақ, ылғалды, яғни влажный дейді ғой. Өте дәмді, жасап көрсеңіздер болады. Бір жасағаннан шығатын пирогтардың бірі. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған мен Айдана.